бұлшықеттері орналасуына қарай бізде алдыңғы топ бұлшықеттері, бүйір топ бұлшықеттері және артқы топ бұлшықеттеріне жатамыз. Алдыңғы топ бұлшықеттеріне жатқызамыз іштің тік бұлшықетін мускулус ректус абдоминис немесе пресс бұлшықеті деп аталады. Келесі іштің пирамида тәрізді бұлшықеті мускулус пирамидалис деп аталады. Келесі бүйір топ бұлшықеттерін бастаймыз. Бірінші ең бетке орналасқан сыртқы қиғаш бұлшықеттері мускулус обликиус экстернус абдоминис. Сосын іштің ішкі қиғаш бұлшықеті мускулус обликиус интернус абдоминис. Сосын көлденең бұлшықеті мускулус трансверсус абдоминис деп аталады. Ал іштің артқы топ бұлшықеттеріне белдің шаршы бұлшықетін жатқызамыз мускулус квадратус лумборум деп аталады. Енді бұл жерде айта кететіні бар, іштің әлсіз жерлерін айтып кетуіміз қажетті. Бұл іштің әлсіз жерлер деп аталу себебі бұлшықеттердің шандырлары қосылған жерінде түзіледі, яғни сіңірлері қосылған жерде сөйтіп жарықтардың пайда болуына кіреді. Бұл іштің ақсызығы линия альба, кіндік сақинасы, сосын шап өзегі іштің әлсіз жерлеріне жатқызамыз.